ғой жаңағы. Енді Оразбай мен Абай екеуі дұрыс болмады ғой. Бұны оппозиционер дейді, қазіргі тілмен айтқанда. Бірақ олар жеңге келген кезде бір-бірін жауға бермейді. Айтады ғой, тағына қызықсаң да бағына қызығамайсың сен оның. Көрдіңдер ме? Сол Абай өлген кезде Оразбайда шүйінші сұрап келді ғой. Тобықтың топастары. Шүйінші, Оразбай, Абай өлді дейді. Үйдің ойлашы тіке. Шүйінші, Абай өлді дейді. Сонда Оразбай басын жұлып алып, ей, жетесіз. Арысың құлады. Күнің шықпады. Айың батты десе нең кетеді? Абай өлді дегенше мына Оразбай өлді десеңші. Абаймен салғыласып, атым шығып еді. Енді сен сияқты кешшілермен салғыласып, менде не құңға алды дейсің деп тұр. Көрдің бе? Қандай адамдар. Сондықтан ол жақсы, ол жақсысын, ол қанша жерден жау болса да, ол қанша жерден онымен араздасса да, ондай адамдар ешқашанда өзінің элитасын бермейді жауға, жігіттер. Не дай уничтожать волков своего народа дейді. Иначе волки чужого народа тебя съедят дейді. Көрдің бе? Ол элита, ол жақсы деген ол мемлекеттің тактикасы, жігіттер. Жақсы деген ол мемлекеттің стратегиясы. Мемлекеттің элитасы. Элитасыз мемлекет болмайды. Ешқашанда элита болу керек бізде, жігіттер. Мықты жігіттер шығу керек. Қашанғы біз орыстың құлы болып жүреміз? Құлға құлсың десе құлдың жылағысы келеді дейді. Биге құлсың десең бидің күлкісі келеді дейді. Құл ғой, біз орысқа құл болдық қой, бодан болдық қой. Қашанғы біз бір-бірімізді братан деп айтамыз? Братан деген түрмен жаргон емес пе? Біле білсең. Ол коммунистік партияның біріктіруі бізді, бір тілде сөйлетуі. Бауырымызға бір-бірімізге братан дейміз. А бауыр деген ол қасиетті сөз, ол киелі сөз, ол мистикалық сөз, бауыр деген. Бауыр деген ол ішкі дүниені елжіреп тұрады. Соны қорғып бір-бірімізге братан дейміз. Болды ғой, жетеді ғой, жігіттер. Сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, ол жанбаса лапылдап, аспан қайтып ашылады. Қазақты жамандама, қазақ бауыр. Халық қой қазақ деген азақ қана. Мәңгілік аясында, жер үстінде. Қазақтың жанашыры қазақ қана дейді ғой. Қызымызды доча дейміз. Дочаң не сен о заманда бұл заман? Қазақтың еркелетін сөзі бар емес пе? Сүйенішім десең қызыңа тіліңе шиқан шыға ма? Айналып кетейін жаным сол менің десең, қандай тамаша қыздың рухы көтеріледі. Айналайын, это чудесные слова. Жаль, что русские не поймут. Объяснить я готова снова, но перевод звучит бедно дейді. Айналып кетсең қызыңнан. Періштелер, қызы бар үйді періштелер айналып жүреді. Базардан алып келген затыңды ұлыңнан бұрын қызыңа бер дейді. Міне. Дүниеге қан тамырдай тарайтын жер бетінде әйел жайлы ертек көп. Әйелдерге немқұрайлы қарайтын еркекті мен санамаймын еркек деп. Қай кезде де сұлулықтың жолымыз, әйел біздің әзизбайлық қорымыз, әйел біздің тағдырымыз. Тағдырымыз болғанын соң белгілі ғой. Бағымыз не? Сорымыз. Қас сұлулық. Талайлардың қызғанышын мұздатқан. Бір сұлуға бола елмен елді жауласқан. Жан тапсырған боздақтар. Оған куә анау төбе томпиған. Анау шындар құлақтары қалқиған. Әйел еркек намысының қорғаны. Нағыз сұлу әйел табу бұл еркек атаулының арманы. Нағыз сұлу әйел үшін қажет болса жан беру. Бұл еркек кодексте жазылмаған тармағы. Ерлік семсе азаматтық семеді. Үлкен ерлік үлкен күшке келеді. Маған ғашық бір әйел бар. Ол әйел менде сондай күш барына сенеді. Шахан.